Дәл қазір айналаңызға қараңызшы. Үйіңіз ең қауіпсіз мекеніміз бе? Қателесесіз. Сіз өз қолыңызбен үйіңізге уақытша бомба әкеліп қойдыңыз. Ол ертең жарылмайды. Ол дәл қазір, осы секундта сіздің және балаларыңыздың ағзасын іштен улап жатыр. Көпшілік адамдар бұл маған қатысты емес, менің үйім таза деп өзін алдауы мүмкін. Бірақ шындығында ең қауіпті жау көшеде емес, сіздің асханаңызда, жатын бөлмеңізде, тіпті тіс щеткаңыздың түбінде тұр. Бүгін мен Мирас Ерланұлы сіздерге күнделікті қолданып жүрген бірақ қатерлі ісікке, гормоналды бұзылыстар мен созылмалы ауруларға тікелей жол ашатын 5 улы затты ашып көрсетемін. Бұл жай ғана қорқыныш емес. Өндірушілер сізден жасырып келген ғылыммен дәлелденген ащы шындық. Бүгін мен тек қауіпті заттардың атын ғана айтып қоймаймын. Сіздің өміріңізді сақтап қалатын, бағасы тиын тұратын қауіпсіз баламаларын көрсетемін. Егер денсаулығыңызға шынымен бейжай қарамасаңыз, видеоны соңына дейін көріңіз. Осы видеоны көріп болған соң, үйіңіздегі кем дегенде бір затты дәл қазір пайдалануды қоясыз. Онда кеттік. Біз ауруға шалдыққанда, әдетте нашар экологияны, лас ауаны немесе сапасыз қоғамдық тамақтануды айыптап айтамыз. Әрине, олардың да әсері бар. Бірақ соңғы зерттеулер бойынша көптеген аурулардың ошағы сыртта емес, өз үйімізде. Біз күнделікті қолданатын ыдыс-аяқ, үй тазалайтын химиялық заттар мен аспаздық жабдықтар денсаулығымызды іштен улайтын негізгі факторларға айналған. Ең қауіптісі бұл үнсіз процесс. Еш жеріңіз ауырмайды, ешқандай белгі бермейді, бірақ улы заттар, токсиндер ағзаңызда жылдар бойы тамшылап жиналып, бір күні созылмалы дерт болады. Бұл сіздің таңдауыңыз бен біліміңізге тікелей байланысты мәселе. Олай болса, уақыт жоғалтпай тізімді бастайық. Тізімдегі бірінші орынды пластикалық ыдыстар бастайды. Пластик – асханадағы ақырын жарылатын бомба. Пластик ыдыстар заманауи тұрмыстың ажырамас бөлігіне айналды. Тамақ сақтаймыз, балаларға шырын береміз. Бірақ сол пластиктің құрамында не барын білесіз бе? Ең басты қауіп оның құрамында бисфенол А және фталаттар бар. Бұл химиялық қоспалар пластик қызғанда, яғни микротолқынды пеште немесе ыстық қыс салғанда бірден тамаққа сіңеді. Бисфенол А гормоналды жүйені бұзады. Ол ағзада эстроген гормонының рөлін ойнап, гормоналды тепе-теңдікті шатастырады. Зерттеулер бойынша бұл заттар қант диабетіне, семіздікке және бедеулікке тікелей әсер ететінін дәлелдеген. Ерлерде тестостерон деңгейін күрт төмендетеді. Сыртында BPA-free деген жазуы бар ыдыстарда 100% қауіпсіз емес. Өндірушілер көбіне оның орнына зияны одан кем түспейтін бисфенол С немесе бисфенол F қосады. Сіздерге кеңесім, тамақты тек шыны немесе керамика ыдыстарда сақтаңыз және қыздырыңыз. Балаларға шыны бөтелкелер немесе тот баспайтын болаттан жасалған кружкалар қолданыңыз. Ыстық сусынды ешқашан пластик стақанға құймаңыз. Екінші орында тефлон табалар. Тефлон таба кез келген үй шаруасындағы әйел үшін нағыз көмекші. Жабыспайды, майсыз пісіруге болады, бірақ бұл ыңғайлылықтың астарында үлкен қауіп жатыр. Егер тефлон қабаты кішкене болса сызылса, немесе таба 260 градустан жоғары қызып кетсе, ол перфтороктан қышқылы деп аталатын улы газ бөле бастайды. Бұл газ бауырды улап, иммунитетті әлсіретеді. Ол қатерлі ісік пен гормоналды бұзылыстардың басты қоздырғыштарының бірі. Қызып кеткен тефлоннан бөлінген газ үй құстарын небәрі бірнеше минутта өлтіріп жіберуі мүмкін. Егер құсқа солай әсер етсе, адам ағзасына қандай зардап келетінін елестете беріңіз. Шешімі: тот баспайтын болады, яғни нержавейка. Өте төзімді, химиялық реакцияға түспейді. Шойын, яғни чугун. Мәңгілік классика, тамақтың дәмін бұзбайды. Тас қапталған ыдыстар. Егер тефлон табаңыз сызылса, оны сол сәтте қоқысқа тастаңыз. Өміріңіз бір табадан әлде қайда қымбат. Үшінші, орында тұрмыстық химия. Ғылымда оларды көрінбейтін тұман деп атайды. Үй тазалығы денсаулық кепілі десек те, кейде сол тазалықтың өзі бізді улайды. Ванна мен шыны жуатын спрейлердің жағымды иісі шын мәнінде қауіптің белгісі. Бұл заттардың құрамында хлор, аммиак және жасанды хош иістендіргіштер бар. Спрей түріндегі химия ауада ұзақ сақталып, тыныс алу жолдарына тікелей енеді. Америкалық зерттеулер бойынша үй ішіндегі ауа сыртқы ауадан 5 есеге дейін лас болуы мүмкін. Нәтижесінде өкпенің зақымдануы, созылмалы аллергия және демікпе, яғни астма пайда болады. Шешімі: тазалық кезінде міндетті түрде қолғап киіп, терезелерді ашып қойыңыз.
табиғи балама пайдаланыңыз. Ас содасы мен сірке суы кез келген бетті мінсіз тазалайды. Лимон шырыны қақты, яғни накипті кетірудің таптырмас құралы. Төртінші орында алюминий фольгасы. Алюминий фольгасы ыңғайлы болғанымен, оны ыстық тамақпен жанастыру үлкен қателік. Жоғары температурада алюминий бөлшектері тамаққа белсенді түрде сіңеді. Әсіресе лимон, томат немесе сірке суы қосылған қышқыл тағамдар бұл процесті жеделдетеді. Нәтижесінде ағзада жиналған алюминий нейротоксин. Ол Альцгеймер ауруының негізгі тәуекел факторы болып саналады. Сондай-ақ сүйектің морт сынғыштығына әкеледі. Шешімі: фольганы тек суық тамақты орауға қолданыңыз. Пеште тамақ пісіргенде пергамент қағазын, шыны немесе керамика қалыптарды пайдаланыңыз. Бесінші орында ауа хош істендіргіштер. Олар химиялық алдау болып саналады. Біз ауа хош істендіргішті қолданғанда ауа тазарды деп ойлаймыз. Бірақ бұл жай ғана алдау. Олар жағымсыз істі жоймайды, тек химиялық іспен бүркеп тастайды. Олардың құрамындағы бензол мен формальдегид канцерогендер, яғни қатерлі ісік тудыруы мүмкін заттар. Оның салдарынан бас ауруы, ұйқысыздық және созылмалы шаршау. Балалар бөлмесінде бұл заттарды қолдану олардың өкпесіне жасалған қастандық. Шешімі: табиғи баламасы. Диффузорға табиғи эфир майларын тамызыңыз немесе кофе дәндерін қойыңыз. Ең жақсы шешім бөлмені 10 минутқа желдету. Бұл кез келген химиядан кейінірек. 5 қауіп, 5 қарапайым шешім. Пластиктен бас тартыңыз. Ыстық ас үшін тек шыны немесе керамика ыдысты қолданыңыз. Тефлонды жаңартыңыз. Егер табағыңыз сызылса, оны аямай қоқысқа тастаңыз. Шойын немесе болат табаға көшіңіз. Химияны азайтыңыз. Тазалық кезінде үйді желдетіп, біртіндеп табиғи баламаларға сода, сірке су ауысыңыз. Фольганы алмастырыңыз. Пеште тамақ пісіргенде тек пергамент қағазын пайдаланыңыз. Ауаны тазартыңыз. Жасанды спрейлердің орнына эфир майларын қолданыңыз. Немесе терезені жиі ашыңыз. Бұл өзгерістердің бәрін бір күнде жасау міндетті емес. Бір аптада бір жақсы әдет қағидасын ұстаныңыз. Небәрі 5 аптадан соң үйіңіз әлдеқайда қауіпсіз мекенге айналады. Бұл сіздің және отбасыңыздың болашағы үшін жасалған ең арзан, бірақ ең құнды инвестиция. Денсаулық тек дәрігердің кабинетінде емес, ең алдымен сіздің асханаңызда сақталады. Кішкентай өзгерістер жылдар өткен соң үлкен нәтиже береді. Улы заттарда, пайдалы әдеттерде уақыт өте келе жиналады. Таңдау өз қолыңызда. Бұл 5 заттың қайсысы сіздің үйіңізде ең жиі қолданылады? Оны қауіпсіз баламаға ауыстыруға дайынсыз ба? Пікірге жаза кетіңіз. Денсаулық туралы маңызды ақпараттарды жіберіп алмас үшін дәрігер мирас каналына жазылыңыз. Ауырмаңыздар, сау болыңыздар.